Сәлем достар, сіздермен бірге Puzzle TV арнасы. Бүгінгі видеода сіздерге 2007 жылы шыққан Мгла фильмін айтып беремін. Таңертең суретші Дэвид Трейтон мен әйелі Стефани кеше түнде болған дауылдан айналаның быт-шыт болғанын көреді. Сол күні дауылда үйлеріне ағаш құлаған еді. Билли сарайдың ағаш астында қалғанын көрсетеді. Бір кезде Стефани таудан түсіп келе жатырған тұманды байқайды. Дэвид ағаштар туралы айту үшін көршісі Брентке келеді. Оның да көлігін ағаш басып қирап қалған екен. Ол Дэвидке өзін супермаркетке апаруын өтінеді. Кейін Дэвид, Билли, Брент қалаға шығады. Осы кезде әскерилерді көреді. Олар супермаркетке келгесін тамақтарды ала бастады. Кассаға келгенде Дэвид, Аманда және миссис Реплермен танысады. Бір кезде дүкеннің алдынан полицейлер мен өрт сөндірушілер сирена қосып өтеді. Бұны көрген адамдар түсінбейді. Кейін бүкіл қалада сиренаның дауысы шығады. Адамдар ешнәрсе түсінбеуде. Бір кезде Миллер есімді шал қан болып жүгіріп келеді. Ол келгесін есікті жабыңдар. Тұманның арасында менің досымды бір нәрсе ұстап алды дейді. Дүкенде бір жігіт қашу үшін көлікке жүгіреді. Сыртта адамдар қорқып жүгіріп жүр, ал магазиндегілер ештеңе түсінбей қарап тұр. Кейін олар қорыққаннан есіктерін жауып алады. Сонан соң барлығы тынышталып, жер сілкінісі бастайды. Бәрі біткесін бір әйел, мен балаларыма баруым керек, олар жалғыз деп кетіп қалады. Онымен ешкімнің кеткісі келмеді. Адамдар бұл зауыттың жарылысынан пайда болған у деп түсінді. Жаңағы апаттың кесірінен супермаркеттегі заттар шашылып қалған екен. Адамдар бос отырмай, ішті жинауды шешеді. Миссис Кармоди есімді әйел ақыр заман келді деп адамдарды қорқыта бастайды. Дэвид баласына көрпе әкелу үшін складқа келеді. Ол жерден түсініксіз бір нәрсені есікті ашуға тырысып жатқанын көреді. Ол өзінің көргенін іштегі адамдарға айтады, бірақ оған ешкім сенбейді. Сосын олар складқа келіп, іштегі темірді сыртқа бір нәрсе тіреп тастағанын көреді. Норман есімді жігіт сыртқа шығып тексермек болады. Дэвид бұл қауіпті деп тағы да ескертеді, бірақ оған ешкім құлақ аспады. Осылайша жігіттер складтың есігін ашады. Әзірше ешқандай қауіп жоқ. Оларға тек қана қалың тұман көрінді. Сосын бір кезде жігіттің аяғынан құбыжық тартып алып кетті. Джейн мен Майрон шошып кетті. Дэвид оған көмектеспек болды, бірақ құбыжық күшті болып шықты. Осылайша Норман өледі. Есікті жабамыз дегенше Дэвид құбыжықты шауып алады. Сосын көмек бермеген Джейнді ұрады. Жігіттер өздеріне келіп құбыжық туралы адамдарға айту керек деп шешеді. Әйнектер өте әлсіз, құбыжықтар келсе бәріміз өлеміз дейді. Дэвид бірінші өзінің көршісіне айтады. Ол оны әзілдеп тұрсын деп сенбейді. Сосын іштегі адамдардың барлығына айтады. Этот человек просто рехнулся. Нет, это не так. Осы кезде оларға барлығы күледі. Содан кейін адамдарға құбыжықтың бөлігін көрсетеді. Возникла серьезная проблема. Содан соң адамдар терезелерді әртүрлі нәрселермен жаба бастайды. Ал миссис Кармоди әлі де ақыр заман туралы айтуда. Ол тіпті қасына бірнеше адамдарды жақтаушыларды жинап алған. Оған іштегі адамдар жынданады. Сосын бір әйел оны ұрып жіберді. Любви к Богу. Довольно. Аманда есімді әйелде мылтық бар екен. Ол мылтықты Оллиға береді. Себебі тек Олли ғана мылтықты қолдануды біледі екен. Бред қасына адамдарды жинап алып бұл жерден қашуды ойластыруда. Байкер өзінің көлігінен дровавир әкелуді шешті. Адамдар оны байлап, орап далаға жібереді. Кейін жіпті біреу жылдамдықпен тартады. Сосын жіп тоқтап қалады. Содан кейін байкердің денесін көреді. Адамдар құбыжықтардан сақтану үшін әйнектерді әлі де жауда. Джейн мен Майрон жарық шамдарын керек болып қалар деп жөндеп қояды. Кеш түсті. Бір кезде супермаркетті алып жәндіктер қоршайды. Оларды жарық пен тамақтың иісі қызықтыруда. Кейін жәндіктердің соң құбыжықтар келіп терезені сындыра бастайды. Нағыз шу енді басталды. Құбыжықтар ішке кіріп бірнеше адамды өлтірді. Бір құбыжық Дэвидтің баласына жабыспақ болғанда Олли оны атып өлтіреді. Дүкендегі адамдар миссис Кармодиді пайғамбар деп сене бастады. Себебі бұл бүгін түнде құбыжықтар келеді деп айтқан еді. Бір жігіт қашамын деп өтеніп кетті. Дэвид және оның достары аптекадан дәрі келмек болады. Тек оларды миссис Кармодиден қорқады. Себебі ол дүкендегі адамдарды басқарады.
Супермаркеттегілер оны құдайдың елшісі деп сенеді. Солай миссис Кармоди сендерді көрсе бізге келеді деп оларды жібермеді. Бірақ та олар аптекаға келеді. Олар дәрілерді алуды және де өлген адамдарды көреді. Оларды өрмекшілер орап тастаған екен. Адамдардың денелерін құбыжықтардың баласына инкубатор ретінде қолданылған. Бір кезде үлкен өрмекшілер оларды көріп қалады. 2 адам өрмекшіден өлді. Ал қалған тірі қалғандары супермаркетке жүгіріп келеді. Миссис Кармоди Джасус есімді жігітті кінәлі деп құрбандыққа шалады. Адамдар әйелді тыңдап жігітті пышақтап далаға шығарып қояды. Солай дүкендегілер миссис Кармодиға сеніп жүргенде Дэвид бұл жерден адамдарды алып кетуді шешті. Бірақ та әйел оларға кетуге жол бермеді. Тіпті оларға Дэвидтің баласын құрбандыққа шалуды бұйырды. Бұған шыдамаған Олли әйелді атып тастайды. Дэвид группасымен сыртқа шығып кетеді. Бірақ та құбыжықтар адамдардың жартысын жеп қояды. Олардың арасында Олли де бар еді. Тірі қалған Дэвид, Билли, Аманда, миссис Эплер және де Миллер бар еді. Олар көлікке мініп дүкеннен кетіп қалады. Дэвид үйіне келсе, әйелін өрмекшілер орап тастаған. Олар орманнан шығудың жолын іздеуде, бірақ та олардың алдынан өлген адамдар мен құбыжықтар кездесуде. Адамзат жойылып кеткендей, кейін көліктің жанармайы бітіп тоқтайды. Енді олардың тірі қалуға шансы жоқ деп ойлайды. Дэвидтің мылтығы бар екен, соның ішінде тек қана 4 оқ бар. Дэвид құбыжықтарға жем болғанша атылып өлген дұрыс деп көліктегілерді өлтіреді. Тіпті баласы Биллиді де өлтірді. Жігіт көліктен шығып құбыжықтарға өлтірсеңдер өлтіріңдер деп шақырады. Осы сәтте тұман басылады. Сосын құбыжықтарды өлтіріп жүрген әскери адамдарды көреді. Олар көп адамдарды құтқарған екен. Тіпті фильмнің басындағы әйел де бар. Дэвид жылай бастады. Ол кішкене күткенде бәрі де аман қалар еді. Фильм ұнаса каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Біздің каналымыздың дамуына үлкен үлес болар еді. Келесі қандай фильмді көргіңіз келеді? Комментарийға жаза кетіңіздер. Баршаларыңызға рахмет. Келесі көріскенше сау болыңыздар.